Сәлем, мен есім Айдана, каналыма қош келдіңіз. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі видеода мен сіздермен жүктілік барысында қабылдаған барлық дәрі-дәрмек, дәрумендермен бөліспекшімін. Және айта кететін дисклеймер ретіндегі жайт, ол осы видеода айтылатын барлық дәрілер сіздерге кеңес ретінде емес, жай ғана бөлісу, пікір алмасу ретінде. Ал ендеше көпке созбай бастайық. Жүктілікті жоспарламас бұрын алдын ала ағзамызды дайындап, керек ететін тексерістерден өтіп, анализдер тапсырған дұрыс. Соның ішінде ең базалық анализ жалпы қан анализін тапсырып, соның ішіндегі гемоглобинге аса назар аударған дұрыс. Ағзадағы түрлі қабыну процестерінің жоқтығы, басқа да созылмалы аурулардың жоқтығы өте маңызды болып табылады. Менің гемоглобин көрсеткішім орында болғандықтан 125-130 шамасында мен железа препараттар қабылдамай жүрдім. Бірақ осы керемет жаңалықты білгеннен кейін маған таныс дәрігерім профилактика ретінде ферлатум фолаты дәріні жазып берген еді. Осы жерге қалдырып кетейін, ол менде қазір өзіммен жоқ. Сироп түрінде келеді және қателеспесем рецептпен сатылады. Жүктіліктің алғашқы апталарында, тіпті оны жоспарлар алды 3 ай бұрын, ең маңызды және барлық жерде айтылып өтетін ол бізде фолий қышқылы болып табылады. Ол фолий қышқылы баланың жүйке жүйесінің дамуында үлкен рөл атқарады. Сол себепті де оны 12-13 аптаға дейін жүктіліктің қабылдау өте маңызды. Мен фолий қышқылының қарапайым дәріханадан алынған фолацин түрінде қабылдадым, 400 мг күніне бір таблеткадан. Бірақ та кейін оның ахеорта жақсырақ түрі бар екенін білдім. Метилфолат деп аталады, оны да осы жерге қалдырып кетейін. Мен оны кеш білгендіктен тапсырыс беріп үлгермей қалдым. Бірақ фолий қышқылының осы түрі пайдалырақ деген пікірлер өте көп. Кез келген әйел өзінің жүктілігін білгеннен кейін, шамамен 8-9 апталарында өзінің тұрғылықты мекен-жайына қарай немесе ақылы түрде тіркеуге тұрады, яғни учетқа. Сол кезде әр жүкті әйелге өзінің жеке дәрігері тағайындалады. Ол дәрігер осы сроктан бастап туғанға дейін негізі сіздерді сопровождать етеді. Дәрігерлердің жазып беретін дәрілерінің ішіндегі бірі де бірегейі, ол осындай мультивитамин фемибион. Менде не үшін біріншісі қалып қойды, себебі мен соңына дейін ішіп үлгермедім. 13 апта болғаннан кейін фемибион 2 деген түрін жазып берді маған дәрігер. Бұған скептически қарайтындар өте көп. Оның орнына жекелей қабылдаған дұрыс деп жатады осы микроэлементтерді. Бірақ бұл тұрғыда мен ештеңе айта алмаймын. Дәрігерім не айтты, мен соны қабылдадым. Жүктілік кезінде ананың денсаулығы, әсіресе иммунитеті өте әлсірейді. Сол кезде тұмауратып қалатын кездер жиі болады. Менде 2 рет болды осы жүктілік барысында. Ол 6 апта кезінде, яғни әлі тіркеуге тұрып үлгермеген уақытта. Ол кезде ешқандай дәрі-дәрмек қабылдауға болмайды. Мен үйде сорпа ішіп, солай тездетіп жазылуға тырыстым. Менде қатты емес, жеңіл түрде өтті десем болады, Аллаға шүкір. Кейін 20 апталарда ауырып қалған кезде маған көмектескен бір дәрі бар. Ол шай десе болады. Ол осындай лифей деген шай. Бұл шай жайында астаналық дәрігерлер хабардар ма жоқ па білмеймін. Бірақ та маған бұны кеңес еткен менің сүйікті әпкетайым Алматыда. Оның жеке дәрігері жазып берген еді. Ол жүкті болған кезде. Осындай порошок түріндегі шай. Және жүктіліктің 2-ші триместрінде қабылдаған дәрумендерімен бөлісіп өтсем, ол бізде ахеорттан алынған Nordic Naturals'тан омега 3 және D3 қосылған. Бірақ та D3 дозасы төмен болғандықтан мен қосымша осы түрінде қабылдадым. Және жүктілік кезінде жалпы түрлі ауырсынулар, өзімді онша сезінбейтін уақыттар болады. Сол кезде көмектесетін бірден бір дәрі, ол бізде магний. Менікі магний спрей, дәріханадан алынған қарапайым. Жүктіліктің 32, кейде тіпті 34 апталарына дейін қабылдайтын дәрімен, ол бізде кальций болып табылады. Бұны да мен қабылдадым, ахеорттан тапсырыспен алған болатынмын. Жалпы бөліскім келген ақпарат осы, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі жүздескенше сау саламат.